Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай екі түрлі салмамен жасалатын пирогтар дайындайтын боламыз. Алдымен сүзбелі жидекті пирогынан бастаймыз. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала илеуіштен өткізілген ұнға қопсытқыш қосып, кейін мұздатқыштан сары майды алып, ұнға ұнатып, үккіштің үлкен жағынан өткіземіз. Одан соң қантты ұнтақ, жұмыртқаның сарысын және қаймақты салып, қолмен езе отыра қамырымыз бір келкі болғанша жинақтаймыз. Шамамен 10 минут уақытта алады. Міне қамырымыздың түрі осындай әдемі бір келкі болады. Енді таразы болса 500 граммнан 2-ге бөліп, егер болмаған жағдайда көз мөлшерімен бөліп салафанға салып 15 минут тоңазытқышқа қоямыз. Келесі салмамызды дайындаймыз. Ол үшін осы салмаға қатысты барлық заттарды ыдысымызға салып, погружной блендермен бір келкі масса болғанша езіп аламыз. Массамыз сұйықтау болады. Енді кез келген форманы алып, менде дөңгелек, осыған пергамент қағазын өлшеп алып, жаңағы қамырды қолмен басып жаямыз. Бұл жерде мысалы формаңыз кішірек болса, шет жағы биігірек болады. Ал форма 28 диаметрлі болған жағдайда соған орай піскен пирогымыздың шеті де төмендеу болады. Сол үшін өз ыңғайларыңызға қарай форманы таңдайсыз. Мен 24-26 диаметрлік формаларды алдым. Міне барлығын осылай асықпай әдемілеп бір келкетіп жайдық. Енді шаңышқының көмегімен қамырымыз көтерілмей бір келкі пісу үшін арнайы тесіктер жасаймыз. Үстіне салмамызды құйып, осылай видеодағыдай сәл қозғалтып жіберуге болады. Неліктен? Себебі орта жағы үлкейіп піспес үшін. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 35 минут шамамен пісіріп аламыз. Және де пісіп жатқан кезде шеткі қамырларын байқаймыз, оны қатты қызартып алмаңыздар, әйтпесе қатып кетеді. Келесі сүзбелі шоколадты пирог, оның да қамырын дәл біріншідегідей қайталаймыз. Салмасында тек бір өзгеріс, шоколадты ертіп бірақ саламыз. Ол үшін арнайы кондитер пакетіне болмаса салафанға шоколадты бөліп салып, банкаға не болмаса тереңірек ыдысқа ыстық су құйып, қайнап тұрған емес, жаңа шоколады бар пакетті саламыз. Салафанымыз қатты жабылып тұру керек, шоколадтың өзіне мүлдем су тимеуі тиіс. Ерген шоколадты массаға құйып блендермен езіп аламыз. Дайын болған массаны қамыр бар формаға құйып пісіреміз. Піскеннен кейін қалауыңызша жеміс-жидек не болмаса сүзбелі креммен әсемдеуге болады. Кремнің жасалу жолын описаниеде қалдырып кеттім. Менімен соңына дейін болғаныңызға рахмет, асыңыз дәмді болсын.